Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әлемдегі саяси және әскери қақтығыстар ошағы. Сабағымыздың мақсаты мәтінде көтерілген мәселеге оқырманның қарым-қатынасын анықтауға арналған талқылау сұрақтарын құрастыру. Аралас құрмалас сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, қолдану. Құрмалас сөйлем. Құрмалас сөйлем дегеніміз екі немесе бірнеше жай сөйлемнен құралып, күрделі ойды білдіреді. Құрмалас сөйлем үшке бөлінеді: салалас құрмалас сөйлем, сабақтас құрмалас сөйлем, аралас құрмалас сөйлем. Салалас құрмалас сөйлем дегеніміз құрамындағы жай сөйлемдердің баяндауыштары тиянақты болып, өзара тең дәрежеде байланысады. Сабақтас құрмалас сөйлем жай сөйлемдердің алғашқысының баяндауышы тиянақсыз болып, екінші сөйлемге бағына байланысады. Аралас құрмалас сөйлем кемінде үш сөйлемнен құралып, бір-бірімен салаласа да, сабақтаса да байланысады. Аралас құрмалас сөйлемнің екі баяндауыштары тиянақты, ал біреуінің баяндауышы тиянақсыз болып келеді. Баяндауышы тиянақты жай сөйлемдер басыңқы сыңары, баяндаушы тиянақсыз жай сөйлемдер бағыныңқы сыңары деп аталады. Мысалдар: күн шығып ел тұра бастады, нұрлан әлі жоқ. Сызбасы: бірінші жай сөйлем бағыныңқы, екінші жай сөйлем басыңқы, үшінші жай сөйлем басыңқы сыңар. Екінші: қорған кезінде топырақ араластыра тастан қаланған екен де. Бұл кезде қорғанның үстіне жыңғыл мен шеңгел араласа шығып, өзінше ол да бір сән беріп тұр. Бірінші сыңары басыңқы, екіншісі бағыныңқы, үшінші сыңары басыңқы. Үшінші мысал: ақбоз алдыңғы екі аяғын ербейтіп, көзі шатынап тұра бергенде, шолақ құлағын төмен қарай тұқырта басып қалып еді, ат етпетінен түсті. Бұл сөйлем төрт жай сөйлемнен құралған. Бірінші және екінші сыңары бағыныңқы, үшінші, төртінші сыңары басыңқы сөйлем болып табылады. Төмендегі тапсырмаларды орындаңыз.